Жақсы ма екен? Енді жас балалар ғой, құдай қаласа жаңада шығып бара жатқан өнерпаздар, бәрі бойдақ. Қазір жігіттермен таныстырамын енді. Жаңағы Раша Мұханов деген жігіт 93, қазір одан кейін жігіттер шығады, ол да 93-94-тің ар жақ бер жағындағы жігіттер, қыздар бәрі бойдақ. Күшті ғой бойдақ болған. Бірақ негізі бұл өмірде жігіттің отырып қалғаны қиын екен. Таңдап қалады екенсің. Ана қыздың мұрны жалпақ, мына қыздың бұты қисық деп жүргенін дейсің. Айтпа. Өзіңе қарамайсың да ғой дағы. Бір аққудай қызға үйленгің келеді, өзің қарғадайсың бірақ. Сөйтіп жүріп қалай 40-қа келгенді байқамай қаптым. Өткенде ауылдан жеңгеміз қандай? Әй албасты, жексұрын, алаяқ, мошенник, аферист деді. Сосын айттым, не ғой жише, бұл мен қайныңыз, ініңіздің өмірі басқа дедім. Сөйтіп мен именно саған айтып тұрмын қайным деді. Не болып қалды жише десем, әй албасты, бойдақ болып әркімнің үйінен тамақ ішіп жүре бересің ба? Үйленіп өз әйеліңнің тамағын жейтін уақытың келді ғой деп айқайлап берді. Сосын айттым, не ғой жише, үйленетін қыз жоқ қой сол дедім. Менің бір подружкам бар деді. Жише, егер тура сізге тартқан болса подружкаңыз, онда келе жоқ дедім. Сөйтіп армандама, бойда жалғыз тұрады. Қазір адресін берем жазып ал, барасың, дастархан жасап сені күтіп отырады деді. Ойбай, не деген батпан бұйрық дедім. Былай подружкаңыздың мұрны, аузы, көзі өз орындарында ма дедім. Сөйтіп зыңдай деді. Онда адресін беріңіз деп жазып алдым. Мен жасым 40-қа келіп жүремін ба? Шанысты ұстау керек қой. Сонымен жуынып шайынып шықтым. Sonra құр қол барған ұят шығар дедім да, жолдан базарға тоқтап дәу арбуз ала салдым. Бір отырып жейміз деп жаздым күні. Еще арбуз деген өзі романтичный ғой, сырты жасыл шығыз ғой. Сонымен адрес бойынша келдім. Тура таксиден түсіп қалдым. Ақша жоқ, машина жоқ, квартира жоқ, аренда. Түсіп жатқан жоқсыз. Қиын өмір ғой. Сонымен подъездің есігі жабық екен. Қазір елдің бәрі пісіп домофон қойып тастаған ғой. Сонымен домофонды бастым. Ар жақтан бір әдемі дауыс кім екен деді. Ана жеңгем жіберіп еді сізді танысуға. Жасың 40-қа келіп дедім. Сразу айта салайын дедім. Только бетпе-бет келген кезде айта алмай Давай. сөйтіп, кіре беріңіз деп есікті сырт дегізіп ашты. Соған қарағанда оған да автобус. Сонымен қай этаж дедім, 16-шы деді. Точно 16 ма дедім, нан ұрсын деді. Әңгелік ала сала көргет деп өкіндім. Сонымен көз қорқақ, аяқ батыр. Көзді тарс жұмдымда пердім ғой 16-шы этажға. Көзім алақтап, тілім салақтап, аяқ қолым дірілдеп, өкпем өшіп. В общем, 16-шы этажға жеттім. Бірақ жеткен кезде жаман бір оқиға болды. Есіме түссе әлі жылағым келеді ше. В общем, арбуз 1-ші этажда қалып кетті. Арбузды құрсыш кіре берейін десем, арбузды қарыз қалған ғой ше. Сонымен қайтадан түсейін, өмірде бірінші рет кездесейін деп тұрмын. Құр қол болмайды деді. Қайтадан түстім ғой. Жаңа әңгімелесіп жатқан жерде қалған ғой домофонның қасында. Арбузды алдымда 16-шы этажға қайтадан көтерілдім. Армияда 5 жыл служба еткендей болды. Сонымен 16-шы этажға жеттім. Тура есігінің алдында тұрмын. Тоқылдатайын десем, дух жетпейді. Тоқылдатпайын десем, 16-шы этажға 2 рет көтеріліп түстім. Сонымен қой тоқылдатайын, азар болса басына сковородка тиер дедім. Тоқылдаттым. Тоқ деп жай ұрайын деген қатты болып кетті. Қырсыққанда сондай болған. Bir кезде есікті біреу ашты да, ары қарай жүгіріп кетті. Бүйтіп қарадым. Сол екен. Вообще фигура сиыр. Сиыр болғанда шидай емес, енді в общем 6-дан кейін тамақ жемейтін сиыр да. Сонымен жайлап кірдім, өзінде жесіп тұрған шамалы ғой şimdi. Кірдім, залтанға барып отырдым. Сол отырғаннан мол отырдым ғой, şimdi 2 торымыз қосылды ғой дедім. Өйткені келгеніме 1,5 сағат болды. Әлі амандасқан жоқпыз. Ол кухняда, мен залда. Сағатыма қарап қоям, келгеніме 2 сағаттан асып баратыр. Егер ет асып атса пісіп езіліп кететін уақыт болды ғой. Сонымен қой сұрайын дедім, жігітпін ғой, бірінші бастайын дедім, отырып ұят қой. Сонымен айттым, не ғой, жаным ау, сұлуым, кухняда не пісіріп жатыр сонша дедім. Сөйтіп жұмыртқа құрып жатырмын деді. Сонша уақыт жұмыртқа құрып жатсыз ба десем, жоқ, бағанадан бері телефонмен сөйлесіп отырмын деді. Сонша уақыт кіммен сөйлестіңіз десем, білмеймін, бір шатасып түсіп кетті деді. Сонымен 2,5 сағат дегенде мен әкелген арбузды турап әкелді ғой. Негізі менің ыстық тамақ жегім келіп отыр. Бойдақтық адам. Жұмыртқаңыз дедім, жұмыртқаның асты күйіп кетіпті, мусорға тастасам деді. Сонымен екеуміз арбузды жедік, тәтті екен. Екеуміз отырдық, жай жейін десем, анау жайпап баратыр. Содан қалыспайын деп 8 күсік жеп қойыппын ғой. Сонымен дарбузды қалай жеп болдық, өзінен өзі тұрды да сізді шығарып салайын деді. Мақұл қайтайын, бірақ қайтайын танысып кетейік, атым Дидар дедім. Сөйтіп мен бірінші танысқанда атымды айтпайын деді, ауылда қайтайық дедім.
Сонан екеуміз шықтық, қолтықтасып. Көшеде жаяу серуендеп келе жатырмыз, өзінше шығарып алып келе жатырмын. Bir туфлидің қабылым жоқ па, қисайып келе жатырмыз. Екеуміз көшеде келе жатырмық, әдемі негізі, күшті әңгімелесіп келе жатырмық. Bir уақытта жана іште 8 кусок арбуз жеп қойғаныма жәлап өкіне бастадым. Айналама қарап қоям, кіріп шыға салатын бөлме жоқ. Анада бара-бара қатты өкіндіріп бара жатыр. Любой талдың артына бара салайын десем, оның сөздің ұяттығы жоқ. Жан-жағымыздың бәрі камера, площадь өзіміз ғой. Сонымен бірақ вариант қызды қайтару керек те үйге қарай мыңмен кезу керек. Сонымен айттым, не қылса сіз қайта беріңіз, уақытыңыз намай қойып, өзім қайта саламын дедім. А жоқ, уақытым бар ғой, келіңіз, скамейкада отырып біраз әңгіме айтайық дейді. Сонымен скамейкада отырмыз. Түр мынау. Ешқандай әңгімеге желание жоқ. Өстіңе отырсам айтады, шөлдесеңіз су әперейін дейді. Жағыңыз қарсын деген соң, сөйтсем айтады. Білмеймін ғой, түріңізге қарасам, туфли қысып оққан адам қысып отырсыз ғой дейді. Туфли емес, туфли десе жоғары қарай қысып жатыр деді. Белдігіңіз ба дейді, жоқ, белдіктен сәл төмен қарай дедім. Тізеңіз ба дейді да, не деген түсінбейтін тупой қызсың деп айтайын дедім де, бірақ айтуға шама жоқ, сөйлесем жіберіп қоятын зат. Сонымен түк желание жоқ қой. Өстіп отырсам қыздың көзі бақырайып кеткен, не болды ағай дейді. Наркоманмын дедім. Бесік кетті ішінде отырмын. Сөйтсем айтады, бар болса шегейік та дейді. Сіз де шегесіз ба десем, әзім ғой, қуасыз ба деп иығымнан бір ұрды. В общем, жаным кіріп қалды ғой. Аяқ қолым жеңілдеп, көзім шайдай ашылып, лезгинге билегім келіп кетті. Шалбардың светі өзгерді. Сол кезде бірақ байқады ғой, өлі қайтамыз ба дейді. Жоқ, таза болып отыра береміз дедім. Сөйтіп құрсын қайтайық деді, шығарып саламаймын, өзің қайта бер дедім. Ол былай кетті, мен былай кеттім. Рахмет. Әсіресе сақыртқан, енді әйелім 4 балам бар, 7-8 ешкім жоқ. Мына жақта әйелім, мына жақта мамам, ортасында мен. Это қиын, екеуі подружка қысап күліп қойып жүре береді, никогда прямой ұрыспайды, биаток мен арқылы өтеді деген сияқты. Не за что еркектер кішкеніп жүрміз да, екеуі күліп жүреді, бір-біріне өтіп подружка қысап. Енді қазір мен ортаға жігіттерді таныстырайын. Мен негізі сол үшін шыққан, кішкене әзілде көңілдеріңіз көтере берген ғой. Мына ортаға жаңа Раша Мұханов деген жігіт шықты ғой. Негізі тегін жігіт емес, өте өнерпаз жігіт. 2014 жылғы алтын микрофон үздік. Алтын микрофон деген біздің Қазақстанның керемет премиясы бар, жылда өтетін үздік әртістерге беретін керемет марапат бар. Сол алтын микрофонды үздік жас әнші номинациясында жеңіп алған Раша Мұханов деген жігіт. Қошеметтеп қойсаңыздар болады. Және қазір ортаға шығайын деп тұрған жігіт, ол да тегін бала емес. Ақша тұрады. Дәурен Қыдыров деген жігіт. 2014 жылы алтын микрофонда ең үздік патриоттық ән номинациясын жеңіп алған жігіт. Және де 2015 жылы анша-мұнша емес Ресей мемлекетінде, Россияда орысша бітшітеді негізі. Дорога путь фестивалінің лауреаты атаныпты. 16 мемлекет қатысқан фестивальда. Қошемет өткенмейсіздер ме? Ол жігіт енді шығады қазір, красавчик дайындалып тұр. Және 2016 жылы сол жігіт Қырғыз елінде, бізді Қырғыздарда өткен, Қырғызстан мемлекетінде өткен Атвага байқауының 2-ші орын күміс медаль иегері ғой. Және 2017 жылы осы биыл өткен алтын микрофон өткенде хабар ұлттық арнасында көрсетті. Алтын микрофон деген керемет концертті. Сол жерде жаңа есім номинациясын жеңіп алды. Олай болса сол жігітті мен ортаға шақырайын. Дәурен Қыдыров, қансалыңыздар. Қошемет. Ассалаумағалейкум. Көп рахмет, мерекелеріңіз құтты болсын.